Сәлем балалар, бүгін 27 сабақ, бірінші тапсырма. Сен шахмат фигуралардың атауын білесің бе? Фигуралардың әр түрінің санын анықта. Bir түсті фигуралар саны туралы диаграмма құрастыр дейді. Алдымен фигуралардың санын, фигуралардың атауымен танысып, олардың әр түрінде нешеуден бар екенін қарап шығайық. Бірінші тұрған мынау сарбас, пешка. Одан 8 дана болады. Одан кейін екінші фигура ол қайық. Одан 2 дана, ат 2 дана, піл 2 дана, патшадан біреу және уәзірден біреу болады екен. Мінекей атауларын және әрқайсысын сан анықтадық. Енді осы бір түсті фигуралар саны туралы диаграмма құрастырайық. Өткен сабақта есімізге түсірейікші диаграмманы. Яғни белгілі бір шкалаға дейін боялып тұрады. Ендеше қарайық. Біз сарбас 8 дедік. Демек, мына жерде 8 тор көзге дейін бояп қоямыз. Қайық, ат, піл екеуден 2 тор көз бояп қоямыз, ал патша мен уәзір біреуден бір тор көзге дейін ғана бояп қоямыз. Мінекей бірінші тапсырманы осылай орындаймыз. Екінші тапсырма. Сенің қорабында ақ және қара түсті дойбылар бар. Қарамай тұрып 2 дойбаны алуың қажет. Алынған дойбылар қандай түсті болуы мүмкін дейді. Сен кез келген 2 дойбы алатын болсаң, оның екеуі ақ түсті болуы мүмкін. Біріншіден, мынау ақ түс берілгендіктен мен оны боямадым. Екінші, екеуі қара түсті болуы мүмкін. Үшінші, ақ пен қара болуы мүмкін. Яғни бірінші нұсқа ақ пен ақ, екінші нұсқа қара мен қара, үшінші нұсқа ақ пен қара. Осылай болуы мүмкін. Келесі үшінші тапсырма. 4 топтың кез келген екеуін таңда. Сенде қандай нұсқалар шығуы мүмкін? Мына суретте артық нұсқалар бар ма дейді. Қызыл көк, қызыл жасыл, қызыл сары осылай қалады. Осылай таңдасақ болады. Келесі көк қызыл, көк сары, көк жасыл. Енді бұл жерде біз көк қызылды таңдай аламыз ба? Таңдай алмаймыз. Себебі бірінші нұсқада қызылмен көрсетілген. Сондықтан бұл 4-ші нұсқа артық. Көк пен сарыны қалдырсақ болады, көк пен жасылды қалдырсақ болады. Келесі жасыл қызыл, жасыл көк, жасыл сары. Енді бұл жерде жасыл қызыл 7-ші нұсқаны қалдырамыз ба? Жоқ, себебі 2-ші нұсқада көрсетілген, сондықтан бұл артық алып тастаймыз. Жасыл көкті қалдырамыз ба? Жоқ, 6-шы нұсқада көрсетілген, сондықтан бұлды артық, бұны алып тастаймыз. Жасыл мен сарыны қалдырсақ болады. Мінекей осылай 4 топтың екеуінен таңдап нұсқаларды көрсетіп шықтық. Үшінші тапсырма осылай орындалады. Келесі 4-ші тапсырма. Есептерге өрнектер жаз дейді. Бірінші сырымда 100 теңге болды. Ол қалам сатып алғаннан кейін оның 40 теңгесі қалды. Ол қанша ақша жұмсайды дейді. Неше жазайық? Болды 100 теңге, қалды 40 теңге, жұмсады белгісіз. Бұған өрнек жазатын болсақ, мұны тапу үшін 100-ден 40-ті азайтамыз, 60 шығады. Сонда жауабы жұмсады 60 теңге. Өрнек, яғни 100 азайту 40 тең 60. Келесі екінші тапсырмасы. Залда 18 бала бар, оның 7-еуі қыз, залда қанша ұл бар дейді. Оны былай жазамыз. Барлығы 18, қыз 7, ұл белгісіз. Ұлы табу үшін 18-ден 7-ні азайтамыз, 11 шығады. Сонда жауабы 11 ұл. Құрған өрнегіміз 18 азайту 7 тең 11. Келесі үшінші есеп. Аулаға алдымен 12 бала, содан кейін тағы 5 бала шықты. Аулаға барлығы неше бала шықты дейді. Шықты 12, қосылды 5, барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін 12-ге 5-ті қосамыз, 17 шығады. Жауабы барлығы далаға 17 бала шықты. Бұл жерде құрған өрнегіміз 12 қосу 5 тең 17. Мінекей 4-ші есепті осылай шығарамыз. 5-ші тапсырма. Әрбір гантельдің мазасы қанша екенін анықтады. Ендеше таразыға қарайық. Таразы теңесіп тұр, демек екі жағында салмағы бірдей. Сол жағында 10 килограммдық тас тұр, оң жағында 3 тас тұр, және бір гантельдір. Енді осы гантельдің салмағын табу үшін біз алдымен жанында тұрған тастардың салмағын табуымыз керек. Ол 2 килограмм, 1 килограмм және 5 килограмм. Осы үшеуін қосамыз. Қосқанда қанша шығады? 8 килограмм шығады. Енді мына гантельдің салмағын табу үшін екі жағы бірдей болғандықтан 10 килограммнан 8 килограммды азайтамыз, сонда 2 килограмм шығады. Жауабы гантельдің салмағы 2 килограмм.
Келесі жақта таразыға назар аударсақ, ол да екі жақ теңесіп тұр. Демек, екі жақта да салмақ бірдей 10 килограмм шығады. Оң жақта 10 килограмм тас тұр, сол жақта бір гантель, екі гір тас тұр. Енді олардың салмақтары 3 килограммнан. Гантельдің салмағын табу үшін 3 килограммдық екі тасты қосамыз, 6 килограмм шығады. Тастардың салмағы 6 килограмм, гантель табу үшін 10 килограммнан 6 килограммды азайтамыз, сонда 4 килограмм шығады. Жауабы гантельдің салмағы 4 килограмм. Мінекей бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.